Жалпы біз күнделікті тұтынатын кейбір азықтар ағзаны сапалы түрде тазартады. Негізінде жаман әдеттер, дұрыс тамақтанбау, экологияның нашарлауы ағзаға кері әсерін тигізіп, улы заттардың жиналуына себеп болады. Ағза уланған кезде адамның сыртқы келбеті өзгереді, шашы түсе бастайды, тырнақтардың күйі нашарлайды, үлкен дәреттің шығуы бұзылады. Егер өзіңізде осындай белгілерді байқайтын болсаңыз, дер кезінде осындай азықтарды жеуге кеңес беремін. Біріншісі – алма. Бұл жеміс ағзаны токсиннен тазалайды, ал шырыны вирустық инфекциядан қорғайды. Егер сізде тұмаудың белгілері байқалатын болса, күнде алма шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Жемістің құрамындағы пектин заты ағзадағы ауыр металды шығарып, токсиннен тазалайды. Одан бөлек ішек құрттарды шығарады, несеп шығару жолдарын емдейді, бауырдың жұмысын жақсартады. Алма нәрлі заттарға бай, ағзаны дәруменмен, минералды заттармен, фосфор, магний, калий және де кальций элементімен байытады. Келесісі қызылша. Бұл көкөніс жасұнық пен органикалық қышқылға бай. Ішектегі шлакты, токсинді тазалау үшін қызылша жеуді әдеттеніңіз. Әсіресе бауыры ауыратын науқастарға керемет дәрі екенін біліңіз. Одан бөлек ағзаға күш беріп, қан қысымын қалпына келтіреді. Қатерлі ісік ауруларымен күресіп, буын ауруларын емдейді. Әрі артық салмақтан арылтады. Көкөністің құрамындағы минералдар мен химиялық заттар ағзаның инфекцияға қарсы күресу қабілетін арттырады, қан мен бауырды тазалайды. Және де пияз. Бұл көкөніс ішекті тазартады, әрі тері арқылы ағзадағы токсинді шығарады. Тамаша антисептикалық қызмет атқаратын аталған көкөніс бактериялық, саңырауқұлақ және вирустық аурулардан қорғайды. Пияз ішектің жиырылуын арттырады, ас қорыту процестерін жақсартады. Үнемі тұтынатын болсаңыз, қан қысымын тұрақтандырады, әрі қан тамырларының серпімділігін арттырады. Және де қырыққабат. Қырыққабат бауырды тамаша тазартады, ішектің жиырылуын арттырады, ағзадағы зиянды заттарды шығарады. Құрамындағы күкірт денедегі зиянды заттарды жоюға көмектеседі. Бұл көкөністі жиі жейтін болсаңыз, денедегі ауыр металды шығарады, дәрумендердің синтезделуіне ықпал етеді, ішек флорасының жаңаруына және де ағзаның пайдалы бактерияларымен орналасуына ықпал етеді. Қырыққабатта ішектің жұмысын ынталандыратын және оны тазартуға көмектесетін диеталық талшықтар өте көп. Сонымен қатар қырыққабат темекі түтінінің ағзаға улы әсерін бейтараптандыруға мүмкіндік береді. Және де сарымсақ. Сарымсақ құрамында токсиндерді бейтараптандыратын және ақ қан жасушаларының қалыпты күйін сақтайтын аллицин деп аталатын заты бар. Бұл көкөніс тыныс алу мүшелерін тазартады, қанның жаңаруына ықпал етеді. Сонымен қатар никотинді денеден шығаруға мүмкіндік береді. Сондықтан да темекімен қоштасқысы келетіндерге сарымсақ жеуге кеңес береміз. Аталған көкөніс дәрумендердің, минералдардың, қышқылдардың және де фитостеролдардың, фитонцидтердің, азотты және күкіртті заттардың қайнар көзі болып табылады. Ал құрамындағы глутатион деп аталатын зат бауырдың зиянды заттарды сіңіріп, оларды жойып, өт қышқылдарымен бірге денеден шығаруына ықпал етеді. Және де лимон. Ағзаны тазарту үшін лимон шырынын ішу керек. Бұл жүрек пен бауырдың жұмысын ынталандырады, тастың пайда болуына жол бермейді. Құрамындағы С дәрумені жүрек тамыр жүйесіне өте пайдалы. Лимон ағзаның пайдалы ферменттер өндірісін белсендендіруіне, сондай-ақ токсиндердің суда еритін түрге айналуына ықпал етеді. Осының нәтижесінде ағзадан тезірек шығады. Лимон шырынында қатерлі ісікпен күресетін 20-дан астам заттар бар. Сонымен қатар оны үнемі тұтыну дененің қышқылдығын қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Соңғысы қызанақ. Бұл жемісте жасушалардың тотығуына жол бермейтін ликопен бар. Қызанақты үзбей жеу майларды тез ыдыратуға және оларды қорытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өт бөлінуін ынталандырады, өкпені тазартады. Аталған көкөніс жүрек қан тамырлары мен қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Сондай-ақ көздің көру өткірлігін жақсартуға және де тіс пен сүйек тінін нығайтуға көмектеседі. Антидепрессант қызметін атқаратын көкөністің құрамындағы тирамин көңіл күйді жақсартады, ал шырыны қанның ұюына жол бермейді және бүйрек пен өт қабына тас жинамайды.
Негізінде кез келген ас үйден табылатын бұл азықтардың пайдасын білдік. Одан да маңызды дүние су екенін ұмытпаңыздар. Су ағзалардың дұрыс жұмыс істеуі үшін өте қажет. Сондықтан да күніне кеміне 1,5-2 литр таза су ішу өте маңызды болып табылады.